Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 48-ші сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды. Ұмытпаңыздар, менде барлық сұрақтар жауабымен бірге бар. Бізде тақырып сұраулы сөйлем түрлерін анықтауды үйренетін боласын балалар. Дерек көздерден мәлімет табуды үйренетін боламыз балалар. Бізде 46-шы жаттығу. Самат өзінің қарындасы Еңлікке өлең оқып отыр. Ал Еңлік болса өлеңдегі сұрақтардың жауабын таба алмай қиналды. Еңлікке көмектесейік, ол үшін төмендегі өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқып, сұрақтардың жауабын дерек көздерден іздейік балалар. Неге? Бұлттар неге ауады? Жаңбыр неге жауады? Шағыл неге көшеді? Жарық неге өшеді? Маса неге шығады? Жұлдыз неге ағады? Орман неге шулайды? Теңіз неге тулайды? Қадыр Мырза Әли. Өлеңнен сұраулық мағына беріп тұрған сөзді тап. Өлеңде бізде сұраулық мағына беріп тұрған сөз, ол бізде неге сөзі. Келесі балалар 47-ші жаттығу. Мына жайттарды бөлу үшін сұраулы сөйлемдер құрап жаз. Біз бірінші тапсырмаға мына сұрағымызды қойсақ болады екен. Сабақ нешеде басталды? Сабақтың басталатын уақытын. Келесі сыныптағы кезекшінің есімін сұрап тұр. Оған біз былай сұрақ қойсақ болады екен. Сыныпта кім кезекші? Келесі азаматтың сабақтан кешігу себебін. Бұған біз мына сұрақты қойсақ болады екен. Азамат, сабаққа неге кешіктің? Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың санын. Қазақ тілінде қанша дауысты дыбыс бар деген сұрағымызды қоюға болады екен балалар. Келесі 48-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Ақ терек, көк терек. Ақ терек, көк терек, бізден сізге кім керек? Елгезекте тіл алғыш, болса сондай ұл керек. Ақ терек, көк терек, бізден сізге кім керек? Білімді де тәлімді, болса сондай ұл керек. Өлеңнің жалғасын өзің айтып көр дейді. Ақ терек, көк терек, бізден сізге кім керек? Ақылы көркіне сай ұл керек деп мен өз мысалымды жазып кеттім балалар. Бұл ойының саған ұнай ма? Ұнаса үзіліс кезінде немесе дене шынықтыру сабақтарында ойнап көріңдер балалар. Үзіліс келесі тапсырма. Үзіліс кезінде ойнауға болатын тағы қандай ойындарды білесің дейді. Мен ойындарды тоғызқұмалақ, шахмат және волейбол, футбол деп жазып қойсақ болады екен балалар. Келесі балалар 49-ші жаттығу. Бағанның сол жағында көп нүктенің орнына тиісті сұрау мәнді сөйлемдер жаз. Екі бағандағы сөйлемдің бір-біріне өзгешелігін дәлелде дейді. Оған біз мына сұрақтарымызды қойсақ болады екен. Өскенде кім болғың келеді? Өскенде ұшқыш болғым келеді. Ұшқыш болу үшін қандай болу керек? Ұшқыш болу үшін батыл болу керек. Сен немен айналысқанды ұнатасың? Мен сурет салғанды ұнатамын. Әбілхан Хасиев сияқты суретші болғым келеді. Өскенде кім болғым келеді? Әбілхан Хасиев сияқты суретші болғым келеді деп сұрақтарға жауап берсек болады екен балалар. Келесі балалар 50-ші жаттығу. Жұмдақты көшіріп жаз, шешуін тап. Мойны сұрақ белгісі. Бұл қандай көл құсы? Жауабы аққу. Жұмбақ шешуінде құсты сипаттап жазып көр дейді. Аққу мойны мен денесінің ұзындығы тең әрі иіліп келген құс. Үйрек тұқымдасының жеке туысына жататын өте сымбатты құстардың болып табылады екен балалар. Балалар, осымен біздің сабағымыз тәмам. Мен каналым сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта біз кездескенше.